Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз тігін өндірісіне арналған материалдар пәні бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жүн және жібек талшықтар. Сабағымыздың мақсаты жүн және жібек талшықтары туралы теориялық мәліметтер беру. Теориялық білімдерді іс жүзінде пайдалана білуге үйрету. Жүн және жібек талшықтарын көрсету арқылы эстетикалық тәрбие беру. Табиғи талшықтар өсімдік тектес, жануар тектес және минерал тектес түрлерге бөлінеді. Бүгін біз сабағымызда жануар тектес талшықтар, яғни жүн және жібек талшықтары туралы кеңінен тарқатамыз. Жүн талшығы түйе, үй қойы, тау ешкі, үй ешкісі, лама, альпак және тағы сондай секілді жануарлардан алынады. Жүнді өңдеу процесі 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең сұрыптау, екінші кезең түту, үшінші кезең жуу, төртінші кезең кептіру. Міне осы аталған 4 процестің барлығы руно деп аталатын арнайы аппаратта жүзеге асырылады. Табиғи жүн талшықтарын алу үшін бұрын мал шаруашылығымен шұғылданатын Орта Азия, Украина, Сібір сияқты өңірлер саналатын. Табиғи жүн қой, ешкі, түйеден алынады. Ал біздің елімізде жүн матаны көбінесе қой жүнінен жасайды. Себебі еліміздің барлық бөлігі қой шаруашылығымен шұғылданады. Қой жүнін арнайы қайшымен немесе машинкамен қырқады. Мұндай жүн алғашында өте қатты, кір, ұйпалақтанған болады. Арнайы өңдеу аппаратында өңделгеннен кейін өзінің пішініне сай келеді. Жүн маталарынан көйлек және пальто тектес заттар тігіледі. Сатылымға шығарылып өндірілетін маталары габардин, кашемир, драп, сукно, трико. Енді табиғи жібек. Табиғи жібек өте жіңішке, нәзік жіп. Оны жібек құртының қуыршағынан алады. Бұл тәсіл тоқыма өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Бір қуыршақтағы жібек құртының ұзындығы 700-800 метрге дейін жетеді. Жібек құртынан шығатын жіп өте жіңішке болғандықтан бірнеше қуыршақтың жібін біріктіреді. Ондай жіпті жібек шикізаты деп атайды. Жібекті алғашқы өңдеу. Ең бірінші процесс қуыршақты алдын ала өңдеу. Екінші процесс бумен қуыршақты жұмсару үшін өңдеу. Үшінші ыстық ауамен өнімді кептіру. Төртінші бумен жібек көбелектерінің қуыршақтарын өңдеу. Бесінші бірнеше жіпті біріктіріп иіру. Матаның технологиялық құрамы тігін бұйымдарын дайындау кезінде байқалады. Ол матаның отыруы, тез сетінегіштігі, тігістерде жіптің ыдырауы және ылғалды жылумен өңдеуде пішіннің өзгеруі арқылы білінеді. Енді алдарыңызда жүн талшығы мен жібек талшығын салыстыру кестесі көрсетілген. Сыртқы түрі бойынша жүн ақ, қара, сары және де басқа табиғи түстерде болады. Ал жібек талшығы ақ, жылтыр түсте болады. Ұстаған кезде жүн талшығы жұмсақ, жылы, жібек талшығы жұмсақ, салқын. Өртке реакциясы екеуінде де бірдей, яғни өртенгенде қоңырсынған иіс шығады. Енді оқушылар үйге тапсырма, мата түрлерінен альбом жасау, жүн және жібек матадан тігілген бұйымдардың күту жолдарын жазып келіңіздер. Қош, сау болыңыздар.